Мен Исжанова Гүлнар Жалғасовна жылыжай шаруашылығы пәнінен көшеттік материалдарды дайындау, жеміс-жидектерді дайындау пәні бойынша мен практик маманы ретінде сабақ беріп келемін. Қазіргі таңда үкіметіміз тарапынан мектептерде жас ұрпақтарға еңбекке тәрбиелеу мақсатында мектептерде үлескелерде көкөністер егу, жылыжайлар ашу, жеміс бақтарын ашу мәселесі жақсы жолға қойылған. Осыған орай биология кафедрасында жылыжай шаруашылығы ашылып, бірнеше жылдан бері осы студенттердің теориялық білімін практикамен дағдыландыру мақсатында, сондай-ақ бітіруші түлектердің ертең мектепке барғанда биология сабақтарында осы жылыжай шаруашылығы көшеттік материалдар дайындауда біліммен сусындандыру мақсатында осы жерге біз студенттерді тәжірибеге алып келеміз. Көшеттік материалдар дайындаудың әдістерін, сондай-ақ гүлдерді көшетпен отырғызу, күтіп баптау, далаға жеміс-жидектерді отырғызу, олардың аурулармен күресу, сияқты бірнеше осындай мамандыққа байланысты жұмыстарды осы мен практик маман ретінде, сондай-ақ осы университеттің жауапты агрономы Сарбиназ апай екеуміз бірге студенттерге үйретеміз. Жалпы бұндағы мақсатымыз біздің болашақ мамандарымыздың тек теориямен ғана шектеліп қоймай, практикада өздерінің білімдерін дағдыланып, мектепке мұғалім болып барғанда жауапты маман болып баруына үлесі зор деп ойлаймын.